Сәлем баршаңызға. Сіздермен өте жұмсақ, дәмді, өте нәзік келетін шоколад қосылған панкейктер дайындаймыз. Нағыз оригинал рецептісі десем де болады. Өте дәмді, нәзік болып келеді. Ол үшін видеоны соңына дейін қарап, каналыма тіркеле кетіңіз. Алдын ала заттарымыздың барлығын дайындап аламыз. Таза құрғақ ыдысымызға бір жұмыртқамызды және үстінен қантымызды салып, араластырып аламыз. Қанты ерігенше араластырып алу керек. Қантты өз қалауыңыз бойынша қосасыздар. Егер бұдан да тәтті болсын десеңіз, сіздер 6-7 ас қасық қоса беріңіздер. Үстінен 1 стакан жылы сүтімізді қосамыз. Мұны да араластырып алып, енді жарты шай қасық ас содасын қосамыз. Үстінен шым-шым тұз қостым. Енді алдын ала ыдысымызға ұнымызды салып алдым. Және жарты шай қасық қамыр қопсытқыш қостым. Енді ұнымызды електен өткізіп аламыз. Електен өткізіп алу міндетті. Осындай етіп көз мөлшерімен алып алдым ұнымызды. Мұны да жақсылап араластырып аламыз. Көз мөлшерімен жасағандықтан ұнды қою болғанша қоса бересіздер. Менде бұл жерде әбден араластырып алдым. Осындай беті көпіршіктенеді, өйткені ас содасын және қамыр қопсытқыш қостық. Бізде панкейктеріміз өте жақсы көтерілу үшін соданы және қамыр қопсытқышын қостым. Сонда панкейктеріміз өте биік, арасы өте нәзік болады. Ұнымызды тағы да қосып алдым. Міне осындай масса болғанша қоса бересіздер. Мен грамм бойынша өлшеген жоқпын. Көз мөлшермен жасағандықтан менікі үнемі бір жасаған кезде өте күшті, керемет болып шығады. Сол себепті де көп нәрсені көз мөлшермен жасап аламын. Енді 2 ас қасық сұйық майымызды құямыз. Өсімдік майы немесе сары майында қоссаңыздар болады. Бөлме температурасындағы маған сұйық май қосқан ұнайды. Енді мұны да араластырып аламыз. Менде бұл жерде кішкене қант аз болып қалғандықтан видеоға түспей қалған. Тағы да 2-3 ас қасық қант қостым, тәттірек болу үшін. Өз қалауларыңыз бойынша қоса бересіздер. Міне біз массамызды толық осылай араластырып алу керекпіз. Сұйық болмау керек. Егер сұйық болып кетсе, табаңызға жайылып кетеді, сондықтан ұнды қоса беріңіздер. Енді осындай мешокқа кез келген шоколад қостым. Үйдегі шоколадтарды қоса салдым. Осындай болып еріді. Ыстық суымызға ерітіп алдым. Енді осындай табамызды қыздырып алдым алдын ала. Оған май жаққан жоқпын. Сіздер егер бұндай антипригарный сковородка болмаса, майлап жібересіздер астын. Газымыздың астын өте жай отта пісіріп аламыз. Панкейктерімізді қызып тұрған табамызға аз-аздан сала отырып, шоколадымызды осылай ортасына ғана кішкене жақсаңыздар жеткілікті. Егер көбірек жақсаңыздар жайылып кетеді. Сондықтан аз-аздан қостым. Енді үстінен тағы да массамызды құямыз. Жай отта пісіріп аламыз. Беті осындай түйіршіктенеді. Яғни тесік-тесік болғанша күтіп тұрасыздар. Табаңыздың астын қатты қойып қоймаңыздар оттарыңызды. Өйткені арасы да піспей қалуы мүмкін. Осындай беттерін бәрі ашылады. Ашылған уақытта екінші бетіне аударып, тағы да қызартып пісіріп аламыз. Міне бізде осындай асты күйіп кеткен жоқ.
қып-қызыл болып тұрды. Екінші бетіне аударып, дәл осылай қызартып пісіріп аласыздар. Міне біздің панкейктеріміз дайын. Өте жылдам жасалынады. Егер сіздерге видео ұнап жатса, каналыма тіркеліп қойыңыздар, және де ұнату белгісін басып өтіңіздер. Екінші рет тағы пісіріп жатқанымды көрсетемін. Шоколадты аз-аздан салып отырдым. Тек ортасына қоссаңыздар болды. Бетін тағы да кішкене қамырдан қиып жібереміз да. Осындай беті түйіршік болғанша күтіп тұрамыз. Келесі бетіне аударып, қызартып пісіріп ала береміз. Осы құраммен менде 12-13 дана панкейктер шықты. Қалған шоколадты бетіне әсемдеп қоя салдым. Сіздер қант ұнтағымен немесе кез келген жидектермен сәндеп ұсынсаңыздар болады. Біздің панкейктеріміз дайын болды. Міне өте нәзік әрі керемет болып шықты. Мен арасын ашып көрсетемін. Міне арасы толыққанды піскен. Арасы шикі болып қалады деп қорықпаңыздар. Сіздерге екіншісінде ортасын ашып көрсетем. Міне толыққанды арасы піскен. Отбасыларыңызға осындай панкейктің ішіне шоколад қосып берсеңіздер, өте дәмді әрі таласып тұрып жеп алады. Сіздерге жасауға кеңес беремін. Егер сіздерге видео ұнап жатса, каналыма тіркеле кетіңіздер. Алда әлі жаңа рецепттер, қазақша рецепттер болады. Ол үшін қоңырауша белгісін басып қойыңыз. Жаңа рецепт шыққан жағдайда сіз бірінші көре аласыздар.